Эрих Расселдің Мюнхгаузеннің басынан кешкендері деген кітапты оқыдым. Оның ішіндегі инеге түйірленген түлкі деген тақырыпты оқыдым. Оның ішінде Мюнхгаузеннен басқа данышпан адам жоқ. Мюнхгаузен бір кезде аңға шыққан кезде ол бір түлкіні табады. Ол түлкінің терісі өте әдемі болды. Оны ешқандай оқпен тигізгісі келмеді. Ол Мюнхгаузен бір ой табады. Қаруға салып инені түлкіге атсақ, оның терісіне ештеңке болмайды деп салады да отырады. Сөйтіп түлкі келген кезде ол Мюнхгаузен түлкіге атады. Түлкі ағашқа инемен бірге жабысып қалады. Ине түлкінің құйрығына тиген екен. Мюнхгаузен жайлап келіп, оған өзінің қамшысын алып, оны ұра бастады. Ол қыңсылай бастағандықтан, ол өзінің терісінен сыпырылып кетеді. Ол түлкінің терісін алып, өзінің кеудесіне іліп қояды.